НАТО ұйымының екінші армиясы, мұсылман әлемінің екінші экономикасы, Қазақстанның егемендігін алғашқы болып мойындаған ел, Ресейдің күші тең тарихи қарсыласы, Еуропа мен Азияны байланыстырушы басты мемлекет. Империялық тарихынан бас тартып, Осман империясының қирандысынан түрік елі құралғанына бір ғасырдан асты. Бірақ бәрі бүгін өзгеруде. Түркия өзінің айналасына халықтар мен мемлекеттерді біріктіріп жатыр. Президенті Реджеп Ердоған Біріккен ұлттар ұйымына жаһандық реформа жасауды ресми түрде талап етіп отыр. Әлемді өзгертуге тырысып, өзінің беделімен әсер ете алатынын барлық жерде көрсетуге тырысуда. Сонымен өзінің маңыздылығынан мейлінше көп пайда табуды қалай іске асырып жатыр? Мынау бір түрлеу картаға қараңыз. Түркия, Әзірбайжан, Қазақстан, Татарстан, Батыс Қытай, тіпті Якутия. Бұл жерлерде шамамен 150-200 миллион тамыры бір түркі тілдес халық тұрады. Осы халықтарға соңғы жылдары Түркия ұқыппен белсенді түрде бірігуді ұсынып жатыр. Байланыс әзірше мәдениет пен экономика аясында, бірақ әлем картасы ешқашан тұрақты болмаған және болмайды да. 1991 жылы Кеңес одағы құлағаннан кейін Қазақстан, Әзірбайжан, Түркменстан, Өзбекстандарды алғашқы болып егемен ел ретінде мойындаған осы Түркия болатын. Араға бір жыл ғана салып 1992 жылы алғашқы түркі тілдес елдерінің саммитін өткізді. Ал 2009 жылы бұл өзінің туы бар, жыл сайын саммитке 8 елдің басшылары келетін кәдімгі түркі тілдес елдердің одағына айналған. Ал Еуропа одағы неден басталғанын сіз білесіз бе? 1951 жылы осы 6 мемлекет сауда ыңғайлылығы үшін және ешкім жеке өз соғысқа дайындалмау үшін Еуропалық көмір және темір бірігуіне қарапайым келісімге қол қойған болатын. Осыдан 5 жыл өте бұл Еуропалық экономикалық ұйымға айналды. Ал бүгін біз Евросоюз деп білетін құрамы 27 мемлекеттен тұратын евро валютасының отаны. Енді Шили Евросоюзбен салыстыруға келмейді әрине, бірақ желдің қалай соғуын қараңыз. Түркия бүкіл 20 ғасырдың екінші жартысы бойы сол Евросоюзға кіруге ұмтылған болатын. Себебі ол жақта технология бар, бай сатып алушылар көп және қатты бай емес түрік халқына жұмыс табу оңайлау. 1987 жылы Түркия Евросоюзға кіруге өтініш жасайды. Арада 12 жыл өткеннен кейін 99 жылы ғана елге ресми түрде үміткер деген статус береді. Қазір 2025 жылы Түркия бұл одаққа әлі кірген жоқ. Ендеше бірнеше жыл бұрын түрік президенті Ердоған ресми түрде егер Евросоюзда Түркия бұл ұйымға кіру үшін жалынады деп ойласа, олар қателескені деп айтуға логикаға қонымды. Сондықтан да олар өз одағын ұйымдастырып, дамытып, басқарып жатыр. Ал Евросоюз неге сол бойы Түркияны өз одағына алмады? Себебі түріктердің саны 85 миллион. Бұл кез келген Еуропа елдерінің халқынан көп. Бұдан да маңыздысы 99 жылы түріктердің саны 65 миллион болатын. 25 жыл ішінде халық саны 20 миллионға өскен. Ал Еуропада ше? Бүкіл Еуропа елдерін қосып есептегенде халық санының өсуі Түркияда жоғары болып тұр. Халық саны азайып жатқан діні мен мәдениеті бір Шығыс Еуропа елдерінің өз одағына алғаны, халық саны қатты көбейіп жатқан кәсіпкерлікке бейім мұсылман халықпен бірдей емес. Бұл жерде абайлау керек. Мысалы 1961 жылы Германия Түркиямен 300 мың жұмысшы қабылдауға келісім жасады. Себебі соғыстан кейін экономикасы дамып жатқан немістерге жұмыс күші қажет болды. Нәтижесінде 12 жыл ішінде 3 миллион түрік жұмысқа келді. Бұны бақылауда ұстауға болады. Егер Германиямен бірдей халық ең үлкен армиясымен Еуропа одағына кіріп, емін-еркін миллиондаған түрік жұмысшылары өз қызметін толық құқылы ұсынғанда, бұмен қалай бәсекелесіп бақылауда ұстауға болады? Енді басқа ұйым жайлы. НАТО. Бұл әскери бірлестік, түріктер бұл ұйымның мүшесі. Қараңыз, Түркия қауіпті көршілері көп, үлкен мемлекет. Сирия, Иран, Ирак, Армения, жалпы арақатынастары онша емес елдердің бәрі. Соларға өзінің күштілігін көрсету үшін озық әуе қорғаныс техникасын алмақшы. Таңдауына 3 түрінен бар. Қытайдың өнімі, америкалық Патриот және ресейлік С-400. Түркия НАТО мүшесі болғандықтан логично ақш-тан алу керек. Бірақ түріктердің қалай саудаласқанын жақсы көретінін білесіздер ғой. Сондықтан Стамбул Америкадан жеңілдіктер талап етіп, тек қаруды емес, сонымен қатар технологияларын да сұрауда. Ал Америка бұған келіспейді. Сонымен түріктер 2 есе арзан және орыстардың айтуынша мықтырақ С-400-ге көз салып, Вашингтон бұған қарсылығын білдіргеніне қарамастан Ресейден доставкамен заказ берді. Ал ақш осы әрекет үшін санкция салып, 100 дана F-35 истребителін сатудан бас тартты. Тағы да мысал, Швеция мен Финляндия НАТО құрамына кіруге өтініш жасағанда бәрі келісім берген болатын, алайда тек түріктер ғана қарсы болды. Себебі олар күрдтерді және қудаланған түрік оппозиционерлерін қолдаған.
Швеция қойылған талаптарды орындамайынша бұл тұрғыдан қарағанда түріктерді ең шебер саудагерлер деуге де болады. Нью-Йорктағы мына 35 этажды ғимаратқа қараңыз, аты түрік орталығы. Оны түріктер шамамен $300 миллион салды. Бірақ оның орналасқан жері одан да бағалы. Бүкіл әлемнің дипломаттары мен лидерлері жиі жиналып тұратын мына Біріккен ұлттар ұйымының штаб-квартирасы. Соларға өзінің жұмсақ күшін паш ету үшін ешқайда ұшып барудың қажеті жоқ. Жолдан өтіп сәл 50 метр жүрсе, сол түрік орталығы. 21 жылы Эрдоган бұл ғимараттың ашылу салтанатын өте түсінікті сөздермен бастаған болады. Gururluyuz çünkü mimarlarımızın, mühendislerimizin, işçi kardeşlerimizin alın teriyle muhteşem bir eserin inşasını tamamladık. 22 жылдың қыркүйегінде 3 күннің ішінде түрік орталығында Эрдоган, Франция президенті Макронды, неміс канцлерін, Жапония және Израиль премьерлерін және басқа біраз мемлекеттер басшыларын қабылдады. Бұл кездесулер бейтарап территорияда сияқты, ал по факту түріктің орталығында. Мына видеоға қараңызшы, осы блогердің видеолары маған бұрыннан ұнайды. YouTube'тың данышпаны Зак Кинг өзінің 16,5 миллиондық арнасында Стамбулдың жаңа аэропортын жарнамалауда. Ал мына 8 жыл бұрынғы менің ойымша ең ерекше қауіпсіздік ережелерін түсіндіру видеосы кім үшін түсірілгенін білесіз бе? Түріктің Air астанасы Turkish Airlines үшін. Бұл түріктердің күштілігін тамашалаудың тағы бір жұмсақ түрі. Turkish Airlines 129 мемлекетті қамтитын, әлемнің 60%-ында қызмет көрсетілетін, жылына 90 миллион жолаушы таситын ең ірі авиакомпаниялардың бірі. Бұндай кеңдік басқа ешкімде жоқ. Салыстыруға Дубайдың Fly Emirates-ын қарасақ, оларда 79 мемлекет қана. Одан да қатты таңғалдыру үшін айтайын. Былтыр Turkish Airlines $18 миллиард табыс тапты. Бұл бүкіл Түркия ВВП-сының 2%. Авиациядан да басқа түріктер әлемге әсерін тигізіп жатқан тағы бір құрал бар. Сол жайында айтайын. Әйелімнің қинауымен карантиннің басында бастап, соңында бітірдім. Сұлтан Сулейман сериалын тағы кім қалай көрді? Пікір бөліміне жазыңыздар. Ресми ақпарат бойынша 60 елден 200 миллионнан астам көрермен тамашалапты. Және соның арқасында түріктердің басқа сериалдарына әлемнің қызығуы артып, индустрияның ұлғаюына себебі тиген. Қараңыз, 2018 жылы $350 миллион шетел көрермендерінен табыс тапқан. 2022 жылғы бұл табыс $600 миллион. Бүгін әлемде түрік сериалдарын 155 мемлекет көреді. Бұл Америка сериалдарынан кейінгі екінші орын, және Америка армандарын жарнамалайтын, Америка өмір салдын жарнамалайтын Голливудтың ізін көреміз. Осыған қоса киноға бару азайып, жатар алдында смартфоннан сериал көру ұлғайып жатыр. Сіз оған жақ болыңыз, мейлі қарсы болыңыз, бірақ бүгін түрік елін әлемге танытып алға сүйреп жатқан ол президенті Реджеп Эрдоган. Оның ел билеуіне ел ішінде де сыртында да әртүрлі авторитетті қарсыластар көп болғанмен, фактически ол бүгін түрік елінің негізін қалаған Мұстафа Кемал Ататүріктен де көп, 22 жыл бойы билік басында. Түрік оппозиционерлері бір-біріне ұқсас бірталай кинолар мен кітаптар шығарып тастаған. Эрдоган империясы, сұлтан болу, диктатор елі, жаңа сұлтан. Бұның бәрі билеушіге сырт көзден тағылған сындар. Бірақ мен лидердің өзінің шығармаларына назар аударғым келеді. 21 жылы жариялаған әлем билеушілеріне нұсқаулық сынды кітабы «Әлем әділірек бола алады» атты шығармасында Біріккен ұлттар ұйымына түбегейлі түрде өзгерістер енгізуді ұсынуда. 1945 жылы 25 қазанда Екінші дүниежүзілік соғысында жеңіске жеткен елдер Біріккен ұлттар ұйымын құрып, қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшесі болып тағайындалған болатын. Яғни әлемде болып жатқан жағдайдың жоғары соты болып тағайындалғандай. Ол кезде әрине қарсы шығу ешкімнің ойына келмейді. Себебі әлем экономикасы мен қару-жарағының 95% сол бестіктің қолында. Ал бүгін қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелерінде әлем экономикасының көп дегенде 50% ғана. Бұл дегеніміз басқа мемлекеттер де жақсы дамып алды. Енді билікке де отырып көруге ниеттері бар деген сөз. Солардың ішінде Түркия алдыңғы қатарда. Жаңа айтқанымдай НАТОдағы екінші армия, мұсылман әлемінде экономикасы екінші орында, Европадан Азияға көпір мемлекет. Осы жерде Эрдоғанның политикасын түсіндіріп кетейін. Әлемде 2 миллиард мұсылман халық тұрады. Бұл әлем халқының 4-тен 1-і. Ал әлемдегі мәселелерді мынау бестік мұсылман халықпен санаспай өздері-ақ шешіп отыр. Сондықтан ол трибунадан маған билік беріңдер деп айқайлап тұрған жоқ. Эрдоған мұсылман халықтарын біріктіріп, әлемдік билікке оппозиция жасауды және Біріккен ұлттар ұйымына қарсы әсер етуді көздеп келеді.
Мынау картада мұсылман халқы қай жерде шоғырланғаны көрсетілген. Сол көздеген мақсатына жету үшін осы халықты біріктіруді ислам дінінің аясында жасап жатыр. 100 жыл бұрын Ататүріктің кезінде ислам діні негізінде қаланған Осман империясы құлағанда ел Европаға жақындап григориандық күнтізбеге өтті. Ислам дінін мемлекетті басқарудан алшақтатты. Стамбулдың символы Айя София соборы 1935 жылы мешіттен музейге айналған болатын. Ал 2020 жылы Эрдоғанның шешімімен бұл қайтадан мешітке айналдырылды. Шынында айналаңдағы елдер жақтасын айналып жатқанда, еліндегі мұсылмандық символ музей болып тұрғаны біртүрлі көрінеді. Негізінде Эрдоған дін жағында қалып қойған жоқ. Экономика географиясына қарайықшы. Міне түрік инвестициясы құйылған мемлекеттер. Бұл Америка, Европа, Азия. Түркі әлемінің бесігі деп Түркістанға 90 жылдардан бері қолдау көрсетіп келеді. Өзбекстан Ислам Каримов кезінде консервативті, шекаралары жабық мемлекет болатын. Енді Шавкат Мирзоев сыртқы саясатты жұмсартып, Ташкент және басқа қалаларға инвестиция құюға рұқсат еткенде, Ташкент Сити орталығын түрік проектісімен түрік құрылысшылары салуда. Мынау картада Қытай проектісі бір белдеу, бір жол. Теңіз жолына байланған Қытай түрлі жағдайлар болуы мүмкін деп, темір жолы мен көлік жолын қыруар ақшаға салып, тауарларын Еуропаға жеткізгісі және Евразия экономикасын өзіне байлағысы келеді. Енді осы жолдың арғы басында Түркия тұр. Бұдан бөлек 22 жылдан бері Ресей Украинадағы әрекетінен кейін Северный поток атты газды Еуропаға жіберетін құбырынан айырылған. Ресейдің оңтүстігі мен Әзербайжанның газын Еуропаға жеткізетін енді тек осы түрік елі болды. Тағы да маңызды ақпарат. Бірнеше жыл бұрын түріктер Қара теңіздің түбінде өз газ кен орнын тапқан. Енді ол қатты көп емес, шамамен $1 триллион. Болжаммен есептегенде түріктерге бір 10 жылға жетеді. Демек бұл дегеніміз түріктердің өз газы болып тұрғанда орыстардың газына тағы да скидка жасатады. Бүгінгі түрік елінің саясаты ол Біріккен ұлттар ұйымынан бөлек елдердің алдыңғы орнына шығу. Енді соңғы жаңалықтардан кейін Эрдоған билігін сақтап қалады ма екен білмеймін, бірақ 22 жыл бойы өз елін жоғарғы лиганың ойынына сүйрегені бұл ақиқат. Егер Эрдоған жайлы өз пікіріңіз болса, комментарийға жазып қойыңыз.